Армысыздар. Бұл Ақтөбе қызмет кап турнирінің YouTube арнасындағы подкасты. Жалпы бүгінгі подкасттың жиналу себебіміз осыған дейінгі өткен турлар бойынша алдымызда келе жатқан ең шешуші тур бар. Бұл жерде жаңа сөздің басында бұл оған дейін бәріміз талқылағандай, жалпы Instagram арнамызға да шығарған болатынбыз. Барлық командалардың математикалық мүмкіндігі бар топтан шығуға. Дәл сол ойындарды, жалпы чемпионаттың барысын талқылау үшін турниріміздің комментаторы Абзалмен және турниріміздің ұйымдастырушысы Ислеуов Ықылас ағамызбен жиналып отырмыз. Жалпы ең алғашқы подкастымыз болғандықтан бұл жерде біз негізі команда өкілдерін, тағы да басқа қонақтарды жинап ұйымдастырғымыз келген. Алайда алғашқы подкастымыз болғасын жалпы осы турнир туралы, ұйымдастырылу туралы, жалпы турнирдің барысы туралы ең алдыңғы санында өзіміз жалпы талқылағанды жөн көрдік. Енді Ықылас аға, алдымен сізден сұраған дұрыс болатын шығар. Жалпы биылғы чемпионаттың уровені дейді ғой, деңгейі қалай болып жатыр, ерекшелігі қандай биылғы чемпионаттың? Енді сіз осыған дейінгі чемпионаттардың барлығының басы қасында жүрсіз. Сол туралы айтып өтсеңіз шамалы. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ең бірінші қысқаша айтып кетсем, мына турниріміз 5-ші маусым болып жатқан. 5-ші маусым өте жоғары деңгейде болып жатыр деп санаймын. Турнирдің ең негізгі мақсаттарына тоқталып кетейін кішігірім. Турнирдің мақсаты футбол достық ойыны ғой. Жалпы айтқанда достық, бірліктің ойыны. Қызметшілер арасында именно осы қызмет кап арқылы әріптестік байланысты нығайту ең басты мақсатымыз. Олар жақсы араласуына, достасуына бір себепкер болуы ең осы қызмет каптың мақсаты. Қызмет каптың кезінде бір-бірімен танысып кеткен елер бар сияқты. Ондайлар көп. Мысалы, бұл 5-ші сезон болып жатқан. Бұрында енді өзім мемлекеттік қызметшімін. Бұрында мысалы келтірейін, ДЧС-тен бір қағаз алу үшін мысалы біз хат жазамыз, оны 30 күн күтеміз. Мысалы сондай болатын еді. Қазір балдардың бәрін танимыз. Қазір айтқанда бір звонок арқылы звондап жүресіз. Маған осындай қағаз керек еді, не керек еді деген сияқты. Уже жігіттер бар, бір-бірімен араласып, бір-бірін таниды, бір-бірімен қарым-қатынастар жақсы. Жалғыз бұл мысал емес, көп мысалдар бар. Авиатор мен ДЧС балдар жақсы араласып кетті. Жалын командасы бәрі бір-бірімен коммуникация ғой, бәрі бір-бірімен араласып, уже таниды, көреді. Барлығы бір осы еліміздің дамуына қызмет етіп жүргесін, барлығы осы бір салада. Енді соңғы жылдары мына жеке секторды да қосып жатырмыз арамызға. Жеке секторды да қосып, өйткені бір қалыпта тұрмай біз өсу керекпіз. Сол. Осы жерде мен сұрақ қояйын. Сіз жалпы жыл сайын қыста чемпионат Адюшорда өтетін. Биыл неге Алихан таңдалды? Алихан өйткені жаңа айтып өткенбей, жылдан жылға өсу керекпіз, өркендеу керекпіз. Енді ол күн тәртібінде тұрған сұрақ болды. Көп командаларда талап етті десек те болады. Бізде негізі өткізбіз келіп жүрген осы жылы Алихан таңдап, сондай сәті түсіп, одан да сайын өсіп жатырмыз. Енді биылғы 5-ші сезон деп айттым ғой. Ең бірінші сезонға кішігірім тарихына тоқталып кетейін. Ең бірінші сезонда 6 команда қатысқан болатын. Облыстық басқармалардың арасында кішігірім өткізіп, ең бірінші чемпион ішкі саясат басқармасы болған болатын. Қазір 20 команда қатысып жатыр 5-ші сезонда. Бұл чемпионаттың өсіп жатқандығын көрсетеді. Негізі осы чемпионатқа өтінім білдірген команданың саны 30 болған. 30 команда біздің бәрін, енді ол басында айтқасын, өзімізде лимит бар. 20 команда, сол 20 команданы алдық. Болашақта енді тағы да өсеміз деген ойдамыз әлі. Сосын мен бір байқаған, бұрындары чемпионатта бір анық бір фавориттер көрініп тұратын, мысалы. Ойнап жатқан кезде бұрын мысалы
адамдар уже чемпионаттың басында мысалы финалға былтырлары былтырғы чемпионатта болды ғой это ұстаз бен Авиценна шығады деген сияқты болмаса жаңағы жартылай финалда шамамен жалын мен тіше барып қалуы мүмкін деген сияқты уже анық фавориттер анық жаңағы аутсайдер дейді ғой аутсайдерлер көрініп тұратын осы биылғы чемпионатта ондай жоқ сияқты командалар енді бірен саран команда бар енді ұтылмай формада келе жатқан бірақ жалпы топтардағы жағдайға келсек командалар бірін бірін ұтып даже ұтпағанның күннің өзінде кәдімгі соңына дейін бой беріп тастап отыр ғой командалардың барлығы. Осы жерде қояйын, сіздер үшін ең бірінші енді уже 5-ші турға кетіп бара жатыр ғой, 4 турдың барлық қорытындысын ойындарын көрдіңіздер. Жалпы кім чемпион болуға ықтимал шансы мүмкіндігі бар? Өздерің Абзал саған да осы сұрақ, сен комментатор ретінде бақылап жүрсің ғой. Иә, ең бірінші кезекте қазір айтып кетейін. Дұрыс айтасың, Төлеген. Жалпы осы чемпионатта осал команда жоқ. Барлығы мықты. Бұның дәлелі ірі есептер тіркелген жоқ. Барлығы тартысты ойын соңында шешіліп жатыр. Ойын сөзінде шешіліп жатыр және тең есептер көп. Сондай-ақ бір қуантатын жайт, бұл чемпионаттың өскендігін, чемпионат командалардың деңгейін өскендігін көрсетеді. Бұл өте қуантатын жайт мен үшін. Өйткені жасыратыным жоқ, оған дейін жаңа сіз айтып отқандай анық фаворит анық болатын 2-3 команда сол таласады, үздік үштік сол чемпиондыққа таласатын болды. А қазір мысалы айта алмаймын мен. Кеше мысалы қай команда чемпион болады? Мысалы кеше былтыр мен шатыспасам Авиценна ешқандай жеңіліссіз барған сияқты финалға. Авиценна? Солай ғой деймін, иә? Иә, жеңіліссіз. Кеше мысалы осыған дейін ұтылып келе жатқан Смарт білім алды да Авиценнаны 1-0 есебімен ұтып алды. Бұл жерде енді түсініксіз да, кім қалай деген сияқты. Если мен шатаспасам, бұл Авиценнаның алғашқы жеңілісі осы қызмет каптағы. Смарт білімнен, иә. Ол жалпы жеңіліс. Смарт білім тарих жасады десек те болады. Қақпашы қызыл қағаз алатындай дәрежеге барды деген сөз, ойынның дәрежесі де теп қарқын жоғары болды деген білдіреді ғой. Мен комментатор ретінде мен осы бір ойындарын жүргізген кезде жалпы байқалады, соңғы турда, 4-ші турда бәсекелестік өте жоғары деңгейде болды. Өйткені соңғы секундта жеңісті жыл болған 2 сондай ойын тіркелді. Қатарынан болды ғой, 2 ойын. Қатарынан 2 ойын сондай тіркелді. Соңғы атакада, соңғы шабуылда командалар, Қамқор командасы жеңісті жыл алып кетіп жатыр да. Ол мен осы ойлаймын, өзім жеке комментатор ретінде ойым осы турнирдің менің фаворитін Қамқор Магистар командасы деп ойлаймын негізі. Неге десеңіздер, енді андай бір немен айтып кететін болсам, Аманғали Мирас деген ойыншы бар. Ол соңғы қорғаушы болып өте жақсы командадан ұстап тұр. Ол Аманғали Мирастан өтті дегеннің өзінде қақпашы өте жоғары деңгейде ойнайды. Аяқпен қосылулары, 5-ші ойыншы болып, Қамқор үнемі шабуылда ол есеп 1-0 болсын, есеп 0-0 болсын, олар 2-1 ұтылуға тырысын. Бәрібірде 5 ойыншымен қарсыластың айып алаңында. Ол деген команданың сенімділігі деп ойлаймын. Одан басқа да олардың қосалқы құрамынан шығатын шабуылшылары, мен ойлағам негізі комментатор ретінде ойын жүргізіп жатқан кезде неге осы ойыншыларды шығарып жатыр деген бір ой келген. Аттарын ұмытып қалып тұрмын, бірақ ол ойыншылар мен байқадым өте жақсы пас тастап береді екен. Олардың миссиясы қақпаға соққы бағыттау емес, өздерінің командаластарына пас тастап беру өте жақсы деңгейде. Осы Қамқор командасы менің ойымша фавориттің бірі деп ойлаймын. Кеше матчтан кейін айтты ғой, мен сұрадым ғой. Шадияр шатыспасам. Шадияр. Маған айтқан кезде мен айын ұмытып қалдым, бір 7-8 айдан деді ма? Енді бұлар өздерінің арасында да жарыс бар сияқты, республикалық мен бұрын Инстаграмнан көретін. Мына тактиканы өзіміз дайындап жүрміз деді ғой. Осы нені мен оны сұраймын ғой енді, саған қиын емес пе деген сияқты. Ол сонда айтады, біз бұл тактиканы кәдімгі дайындап жүрген тактикамыз деп. Ешқандай маған қиын емес, мен уже үйреніп қалдым деген сияқты, Қамқор. Оған қарағанда кәдімгі. Иә. Негізі ол тактиканы көбінесе ұтылып жатқанда қолданады ғой. Ұтылып жатқанда 5-ші ойыншыны қосып атака жасайды. Ал Қамқор командасы адаптация жасай біледі екен. Именно ойынды оқи біледі. Оны жаңа Қамқор командасының бапкері десек те болады. Жаңа Нұрболат бауырымыз басқарып отыр барлығын. Сен шық, сен кір деген сияқты. Мен байқағаным, кеше әкімдікпен ойын болды ғой. Қамқор мен әкімдік өте тартысты ойын болды. Енді группадағы бірінші орын шешілетін ойын болды ғой енді.
сол кезде 0-0 есеп тіркелді, бірақ енді бір-бірімен қарама қайшы атакалар болып жатқанда 5 минут қамқор қысады, 5 минут әкімдік командасы қысады. Сондай ойын көрдім мен сол кезде. Сол кезде уже әкімдік командасы қысып келе жатқанда, олар енді шаршайды ғой адам болғасын. Уже 5-ші ойыншыны қосты да, өз алаңдарына жауып тастады әкімдікті. Солай, әкімдік командасын. Уже ол тактический жеңіс деп те нетуге болады. Қамқор командасын көріп отырсаңыздар, уже 5-ші ойыншыны қосып, өзі допты берген жоқ. Қамқор командасы өте, қалай айтады, жалпақ тілмен айтқанда, өте жоғары тактикалық бір прагматический ойын дейді. Прагматический, жақсы. Сіздің фаворитіңізді кішкене ұйымдастырушы болғасында қиын болып отыр ау дейме? Командалардың көңіліне тиіп кетемін деп қорқып отқан жоқсыз ба? Кім болады деген сұраққа жауап беру өте қиын бұл жерде. Онда мен өзімнің немді айтайын, өзімнің фаворитімді, сосын сіз оған дейін кішкене ойланып жүрерсіз. Мысалы, меніңше, мен мына турнирдің барысында Барыстан ондай ойын күткен жоқпын. Өйткені жазда шөпте Барыс групп топтан шықты да, плей-оффта ұшып кетті дейме? Плей-оффта Авиатордан серия пенальтиден ұтылды. Кешеде мен білесіздер матчтың алдында айттым ғой. Матчтың алдында ойлағам, мен видео айттым ғой. Барыс Айдын Төлепбаев болмаған кезде бүкіл ойыншы ашылып, барлығы ойын көрсетіп жүр. Бір матчта Данияр шешеді, бір матчта Нұрал ағамыз шешеді. Әр матчтың қаһарманы әртүрлі, бір матчта қақпашы қаһарман. Енді мен кешегі матчта Айдын ағамыздың келгенін көрдім да ойынға, сосын ойладым. ТЧ-мен ойнады ғой, әлі қтж-мен ойнады ғой. қтж кәдімгі формада болды ғой. қтж кәдімгідей. Сосын мен ойладым енді жаңағыдай. Енді өйткені Барыс Айдын келген кезде барлық ойын Айдынға құрылады ғой. Ойладым жаңағыдай. Барлық ойын Айдынға құрылып, басқалар ашылмай қала ма екен деп. Жоқ, қтж-ны былайша келгенде оңай ұтып алды ғой. Мен де ондай ойын күтпедім. Рустамды қателесуге олар мәжбүр қылды ғой. Рустам мен оған дейінгі ойындарында ол үздік голдар соғып, өтіп кетіп, дриблингке барып. Енді Барыс дейтін нені ұтып алған жоқ па? БЖСМ-ді ұтып алған жоқ па? БЖСМ-ді ұтып алды. Енді бұл жерде қанша дегенмен фаворит БЖСМ ғой. Басқа командалармен есептегенде фаворит БЖСМ мысалы. БЖСМ-нің өзін бұл жерде Барыстың бір артықшылығы физикасында ғой сол. Команданың физикасы деген енді олар ауысып кірсін, кірмесін бір темп қой. Бір темп командаларды шаршатып әбден ақыр соңында өздері гол соғады. Соңғы жағында қысады ғой командалардың. Командалар кәдімгідей физикалық тұрғыда қысады ғой. Прессинг, темпті өздері қойып береді ойынға. Темпке ілесеміз деп командалар көп голдары байқасаңыздар, мысалы үздік гол болатында Жиенбаев Даниярдың голы қай ойында еді сол? Азық-еспен ойнағанда дейме. Сол кезде өздері сол жоғары темпті қойып берді де Азық-ес соған ілесеміз деп екі голды контратакадан жіберген жоқ па? Камбэк істеді ғой сол кезде 3-те шатыспасам. Сол жоғары темптің арқасы ғой. Ойда жоқты. Пас тастап кетті артқа қарай. Мына жерден шыға келді ойыншы дейтін. Сол меніңше Барыс енді. Темпке әзірге енді ілесетіндей мен бір команда көріп тұрған жоқпын. Фавориттердің бірі. Мен фаворитім Барыс. Мен айтып өтейін енді өз фавориттерімді. Мен 6-7 команданы атап өткім келеді. Ең бірінші фаворит не дегенде де бірнеше дүркін чемпион Авиценна командасы. Мен ойымша. Енді Авиценна командасында Нұртуған бауырымыз танитын шығарсыз. Енді ол ауысып кетті. Жұмыс бір бомбардирлердің бірі еді. Енді осы жылы да бірақ өз тәжірибелерімен залдағы ойындар ерекше ғой. Авиценна фаворит деп есептеймін. Барыс, жаңа сіз айтып өткен Барыс командасы әрине фаворит. Ол жылда фаворит. Барыс осы бір жылы күміс жүлдегер болды, шатаспасам. Бір очко жетпей қалды чемпиондыққа. БЖСМ командасы кілең жұлдыздар ойнайды. Кілең жұлдыздар. Кілең легендалар десек те болады. БЖСМ-ді. Кан Ахметов келіп бір ойында 5 гол соқты. 5 гол соқты. Бомбардирден бір шықты ғой. Бомбардирден бір шықты. Сондай бір шабуылшы керек болып тұрады сол командаға. Өткен дейтін пас шығарып береді. Соңғы завершающий адам жоқ еді. Ойын жасайтындар көп. Алмас Ибрашев пас шығарып береді.
исламчик бас шығарып береді, Иә. соңында түйіндейтін адам жоқ еді. Түйіндейтін адам жоқ еді. Бір изюминка. Қанат Ахметов келді да ойын. Егер чемпионаттың соңына дейін Қандай? ойыннан қалмай ойнаса енді комбинациялары Иә. көрінеді ғой, комбинациялары ойында соққан голдары комбинациямен әдемі бастасы ойнайды да. Иә. осы өткен турда да бір комбинационный Ая. гол кім еді, Лисенковтың Лисенков голы. салды. Иә. Осы турда біз енді өздеріңіз білесіздер, Қанат Ахметтің голын қостық. Иә. Ана бүйтіп ортадан береді да, мына жаққа беріп, Алмас Ибрашев қайтадан беріп чебетінде. Идеально команда ғой енді, барлығы бар ол командада. Қақпашысы да жақсы, жаңағы қорғаушылар да жақсы. Жаңағы 35+ дейміз ғой. 35+ ол жақта жеткілікті. Там Алмас Ибрашевтың өзі 35+ да. Самат ағамыз 35+, Қанат ағамыз 35+. Ой, 35+тен қиналмайды. Енді тек өз қолдарында. Иә. Сосын Тұлпар командасын да атап өткім келеді. Олар да бір жинақ ойынымен ерекшеленетін команда. Өз лидерлері бар, Нұрбек деген. Оларды атап кетуге болады. Жаңа сіз Тұлпар, айтқан, иә, Қамқор тоже маған тактический ойнағандар ұнайды. Ондай. Сосын қтж командасы. Вот тоже. Мен бір таңғалдырған командалардың бірі биыл қтж болды. Өйткені оған дейін енді орташа команда еді, биыл жақсы дайындықтарын дұрыстап 3 победа жасады ғой осы күнге дейін да. Кеше соңғы ойын ұтылды, шатаспасам. Барысқа. Иә. Онда да кейбір ойыншылар жетпей қалған сияқты. Өйткені басқа жерде бір ойнап жатыр деді. Дүйсенбай Алмат болды ма? Дүйсенбай Алмат денсаулығына байланысты ойынға шыға алмады. Енді осы кезекте біз енді әр команданы айтқанда жеке ойыншыларды айтып отырық қой. Сол жеке ойыншыларға тоқталып кетейік енді. Осы турнирдің үздік ойыншысы кім болуы мүмкін? Кімдер сізге жалпы осы жерде үздік ойыншыдан бөлек кімдер ерекше көзге түсіп жүр? Соларды қосып айтып кетсеңіздер. Ерекше ең көзге түскен енді айтамыз ғой. Легенда дейміз ғой енді. Кеше келген Қанат ағамыз, Қанат Ахметов, Самат ағамыз, екеуі қанша возрастной игрок болса да, бірақ жас балдармен бірдей, даже одан бір бас жоғары ойнап жатыр десек те болады. Сол екі ағамды атап өтсем болады. АЗХС-тегі Бауыржан Жайлхан деген ойыншы. Тоже өте андай орысша айтқандай неуступчивый дейді ғой. Каждый допта жүреді. Тепкені гол деген сияқты. Сол ойыншыны атап өтсем болады. Дуйстағы Яхияны. Дуйстың екі баласы жақсы. Екі баласы жақсы. Яхия мен Дидар. Дидар мен Яхия. Ойын жасап тұр ғой. Олар кеше екінші лигада да, мына жалпы ЛФ-та өте жақсы ойнайды, мен көрдім ойындарын. Иә. Екеуі ойын жасайды. Ол тағы кімді атап өтсек болады? Жаңағы Барыс командасындағы енді барлығын аттарын атап өтуге болады. Барлығы мықты Барыс командасында. Жаңа Айдыннан бастап Данияр барлығы мықты ғой. Барыста мен әлсіз ойыншы көрген жоқпын. Барлығы мықты, барлығы бірдей. Енді осал ойыншылар Абдал сағаншы. Менің көзіме түскен бір ерекше түскен ойыншылар БЖСМ-нің ойыншылары деп ойлаймын. Негізі екі ойыншыны атап өткім келеді. Екі Солақай, Ислам мен Темірлан негізі темпо. Екеуі байқалады. Басқа бір ойыннан келе жатыр ма немесе олар келгенге дейін команданың ойыны басқаша. Ислам, Темірлан келгеннен кейінгі команданың ойыны мүлде басқаша. Негізі екеуі де андай однотипажный дейді ғой, біркелкі, бір текті ойыншы болса да, екеуінің солақайлары, командаға пас тастап берулері, немесе алыстан соққы бағыттаулары өте жақсы дәрежеде. Сосын жаңа оған дейін де осы атап өткендей қтж-дағы Рустам. қтж-ның жалпы ойыны алдында Барысқа ұтылып қалғаны физикалық тұрғыда ұтылып қалған сияқты негізі. Өткенде қтж-ның ойыншылары Барыстық секілді бір ірі үлкен денелі емес, олардың ойыны үлкен футболда Барселона сияқты, бойы кішкентай, техничный игроктар, бірақ темптары, жылдамдықтары өте жоғары. Сол Рустамды атап өткім келеді. Сол өзінің туған күнінде командасын жеңіске сүйреп алдыңғы турларда өте жақсы ойын көрсетті. Маған мысалы ең ерекше көзге түскен Жаманқұлов Ержан Жаманқұлов. Ол енді ойындарда болмай қалды. Даже кешегінің өзінде де енді матчта ұтылды ғой. Бірақ командасын қалай сүйреп жүрген енді. Оның жасын ескерсек, енді үлкен ғой жасы не дегенмен.
бірақ дейтін ойын ерекше. ойын ерекше бәрібір анау опыт дейді ғой, опыт дейтін Иә. көзге ұрып тұрады сол Кеше ктодан. КТО командасының өкілі Қуаныш енді өкілі келіп айтқан, енді біз қатысайық, бірақ біздің ойыншылар енді қызметкерлер ғой барлығы, біреу вахтада болады, біреу ойында болады, біреу болмайды, солай ауысып отырамыз, енді көрейік деп. Бірінші қатысып отқан алғаш чемпионаттар КТО командасының ең бірінші турда барлығы жиналды. Жылқайдар Сүйінбай болды, Ержан болды. Сол кезде Барысқа тартысты ойын берді. 3-3 ойнады ғой Барыспен сол кезде, бүткіл құрамы жиналған кезде. Енді одан кейін Ержан келмей қалды, 2 ойынға, кеше соңғы ойынға келді. Соңғы ойында бірақ Жылқайдар Сүйінбай болмай қалды. Солай келіспей қалды. Енді соңғы турда барлығымыз келеміз. Азық есті 12-0 жеңеміз дегенде болды. Өйткені группаны шығу үшін оларға 12 гол айырмашылық болу керек. Сосын мен ұмытып баратын. Кім? Акиматтағы Аслан, одан кейін Адика және Қуанышты атап өтуге болады. Қорғаныстың тасқамал қорғаушы. Бүкіл шабуылды негізі Адика жасап беріп отыр ғой. Аслан береді, Адика ыңғайлап береді барлығына. Бүкіл ойындарда енді. Жалпы камбэк жасаған ойындарында да кеше барлық қара жұмыстың бәрін сол Адика атқарды ғой бүкіл жұмысты. Әкімдіктен осы ойыншылар. Әкімдік командасынан ең бірінші кезекте барлығы құрам жақсы ғой. Енді қақпашысы да жақсы, Арын командасының қақпашысы Қайрат осы жылы чемпион болды. ЛФ-тегі шатаспасам жоғарғы лига ма? Бірінші лигада чемпион болды. Сол қақпашысы, әкімдіктің қақпашысы, қалан бәрі танитын шығар, Ақатай Қайрат. Екінші Қуаныш жастарымен чемпион болды ЛФ-те. Оның составы звездный состав. Аслан сол составта болды, премьер-лиганың составында. Сол Бауыржан, мысалы, там Батыс клубының ойыншысы. Адика тоже жастарда ойнайды. Максим ағамыз Арынмен чемпион болды. Құрам деген өте жақсы, бірақ олардың енді қызметке байланысты біреу болады, біреу болмайды. Если барлығын басы жиналса, жақсы ойын көрсетеді негізі. Енді бұл жерде мен сосын тағы бір ұмытып бара жатқан ойыншы, бұл енді ТЧ 2 командасының тәжірибелі ойыншысы, капитаны. Атын есіме түсіре алмай тұрмын. ТЧ-ның капитаны. ТЧ-ның капитаны Айбек Сабенов. Айбек ағамыз енді командасын ойында көрінеді ғой, қалай сүйрейтіні. Мінезбен де, ойынмен де. Алдында осы қай матчте ТЧ ұтылып жатып, әкімдікпен ғой, ұтылып жатып, қайтадан есепте 1 доппа, 2 доппа кетіп, өзі 5-ші ойыншы болып шығып, последний секундта гол соғатыны. Сол үздік ойыншылардың. Бірақ енді қатты көзге түскен, шынымен көпшіліктің көзіне түскен ойыншы десек, енді сол меніңше барлық үшеуміз де нететін шығармыз. Жаңағы Дюкло Яхия мен Ордалы Дидар екеуі. Ордалы Дидар. Көбісі де таңғалып отыр ғой. Турдың хайлайтында жүреді, Инстаграмда рилстың не дейді ғой? Ректе жүретін балдар екеуі де. Қай видеосын салсаң да, екеуі ректен асып шығады өзімде. Былай айтқанда қызмет кап осылай кішігірім дем болады ғой. Көп ойыншыларға негізі мен өзім есептеймін, кішігірім дем болып, ЛФ-те жақсы командаларда ойнауға бір көрінеді ғой. Енді осы жерде сөзіңізге қосып кетейін. Мысалы мен Дюкло Яхияның бір үзінділері шықты ғой қызмет каптың Инстаграмда. Содан кейін кәдімгі ірі командалар шығып, сол баланы сұрады кәдімгі. Бұл жерде жасырын болсын. Алда трансферде ол кәдімгідей іске асып жатса, енді трансферде көріп қалуларыңыз мүмкін енді ол баланы. Төкең Фабрицио Романға ұқсатты. Жоқ, оның жасыратын жоқ. Неше 5-ші сезон ғой, көптеген балдар осы қызмет каптан ашылып, қазір мықты командаларда ойнап жатыр ЛФ-те. Мысал келтірсем, бір мысал келтірейін, Мейрамбек Металлургтың қақпашысы. Қазір основада жүр. Қазір ол премьер-лигада, ең жоғарғы лигасы ғой да, премьер-лигада тұрып жатыр. Мысалы, қандай деңгейге жетті деймін да, қызмет каптан солай өсті бала. Трамплин болып отыр. Трамплин. Кішігірім трамплин ғой, көптеген ойыншы. Яхия мысалы енді бұйырса, мен ойлаймын, ол баланы уже премьер-лиганың балда командалар уже құда түсіп жатқан шығар ол. Кемі жоғары лига, премьер-лигада жүретіндей деңгейі бар ғой. Деңгейі бар. Бір ерекшелігі, ол неден қорықпайды. Алдында тұрған ойыншының, мысалы, мысы дейді ғой, ешқандай. Тәжірибелі ойыншы болсын, ол
физикалық бір қабілеті одан асып тұрып жаңағыдай ойында физикалық қабілетін көрсетіп жатса да керісінше екілене шабуылдайды ол жерде. Соған әңгімеңізге төге тұздық болсын. Инстаграмдағы Жылқайдар Сүйінбайды алдап өткен сәті бар ғой. Сол айтуға да негізі Жылқайдар Сүйінбай осыған дейін жалпы көптеген лигаларда бір төбе көрсетіп жүрген өте тәжірибелі ойыншы ғой. Содан алдасуға қорқып тұрған жоқ та ол дейтін. Өтіп кеткен моментта Инстаграмдағы видеода. Ендеше осы жерде жалпы алдағы турымызға да жаймен көше бергеніміз дұрыс шығар, сол жерде де жалпы командалардың ойыннан кейін анықтала жатады ойыншылары, жалпы кім өзінің командасын топтан алып шығатыны, немесе қай команда болып жеке шығатыны сол жерде көрінетін сияқты. Бізде дәп алдағы турда ең маңызды кездесулер деп біз мына жерге жазғанбыз. Хромтау мен Смарт білім, бұл жерде нағыз группадан шығар ойындар ғой. Группада мына жерде Хромтау мен Смарт білім группадан шығуға өздері шешеді, өзара шешеді. Екеуі топтан 4 команда шығады, екеуі сәйкесінше 4-ші, 5-ші орында тұр. Арлан, ТЧ2. Арлан, ТЧ2 командасы. Бұл жерде ТЧ2-де не ма? Группадан шықпай қалу несі бар ма не? Барлық шықпай қалу мүмкіндігі бар. Өйткені Кеңгақ-Мұнайгаз Акиматты ұтып кететін болса, мына жерде Акиматты ұтып кететін Кеңгақ-Мұнайгаз Акиматты ұтып кетсе, ол кезде ТЧ командасы ұтылып шыға алмай қалуы мүмкін. АЗХС кто делінген, сосын енді оны айттық жаңа. Барыс Дуйс маңызды ойындар бұл жерде топтан. Барыс Дуйскіде Дуйсқа жеңіс керек бұл жерде. Кем дегенде тең нәтиже керек. Дуйсқа группадан шығу үшін. Осы жерде мен бір айтылмай кеткен, осы командаларды айтып өткенде, мына Хромтау командасында 40 жастан асқан бір кісі жүр ғой, ойыншы. Сол кісінің де. Шатаспасам, Руслан, Ринат Сатаев. Есімі Ринат Сатаев. Тағы бір кісі бар. Сосын Марат Махманов. Сол кісі ойында ерекше ойын. Екеуі 7-ші нөмірлі шабуылшы. Марат Махманов. Сол кісі ерекше. 35+ ойыншылар өте керемет ойын көрсетіп жүр. Хромтау командасының ерекшелігі бір Абзал бауырымыз айтып өткендей бір не ғой да? Алыстан мен байқағаным ойын жүргізген кезде Хромтау командасының ойыншылары командалық комбинация пастасулары мен ойында айтып өттік қой, басқа да ерекшеліктер бар деген сияқты. Бірақ Хромтаудың ойыншылары олар қарсыластың айбалаңына өтті, болды, олар ара қашықтыққа қарамайды, қақпада неше метр келіп тұр, алыстан соққы бақтау деңгейлері өте мықты. Мен көп байқадым. Бірінші алғашқы төрттік шығады, ойын болады. Ойынның кезінде олар қақпаға дейін пастасып, алыс бұрышқа, қақпаның алыс бұрышына пастастау деген сияқты тактикалық тоқтар емес. Қарсыластың алаңына өтті, болды, тіп-тіке қақпаға соққы бақтайды. Жаңа атап өткен 7-ші нөмір шабуылшы ешкім күтпеген жерден өзі допты әкеліп, алыстан соққы бақтап, сол командасын сүйреп жүрді. Мен сондай бір ерекшеліктерін байқадым Хромтау командасы. Топтарға жеке-жеке тоқталып өтсек, енді келесі тур, одан кейін плей-офф басталады. Осы жерде топтан кімдер анық шығып тұр, кімдер шықпай қалуы мүмкін, соған жеке-жеке. Мысалы, А тобында дәл қазір бірінші орында Қамқор 10 ұпаймен. Ол барлық уже 4 ойын өткізген топтағы. Дұрыс. Бұл жерде автомат орында ешкім жете алмайды. Қамқор командасы бірінші орынмен шығып тұр топтан. Бұл жерде енді 2, 3, 4-ші орын белгісіз деуге болады. Кім шығады, кім шықпайды. Акимат 5 ұпаймен. 3 ұпаймен, ТЧ2 2 ұпаймен тұр. Сосын Кеңгақ-Мұнайгаз. Бұл жерде соңғы турымызда Кеңгақ-Мұнайгаз бен әкімдік командасы ойнайды. Және Арлан командасы мен ТЧ командасы ойнайды. Бұл жерде енді бірдеңе болжау өте қиын деп ойлаймын. Меніңше де солай. Кеңгақ-Мұнайгаз барын салып, если әкімдік командасы кеше ТЧ-мен ойнағанда ойын көрсетсе, Кеңгақ-Мұнайгаз ұтып та кетуі мүмкін. Б группасында Абзал өзің қарап жүресің ба? Б группасының ойындарына. Бұл группада да негізі шығып тұрған командалар бар. Енді бірінші, екінші орындағы Жалын департамент, олар нақты топтан шығып тұр деп айтуға болады. Олардың ұпайы түгел. Жалын уже бітірген ғой ойындарын. Олар толықтай ойындарын бітірген. Енді департаменттің де. Енді бұл жерде қиын кәсіподақ барын салу керек. Негізі кәсіподақтың ойыншыларының
ойыны жақсы, бір сәттілік жетіспей жатыр ма, бір сәттілік серік болмай жатыр ма. кәсіподақ кіммен ойнайды соңғы турда? Кәсіподақ соңғы турда департамент полиция командасы ойнайды. Бұл жерде Департамент, бірақ шығып полицияға ештеңе керек емес. Олардың Олар бірінші орынмен шығып тұр. Жалын уже 4 ойын өткізді, оларға жете алмайды. оларға қиын. авиатор мен әскер өзара ойнайды. Авиатор мен әскер өзара енді анықтайтын сияқты. Осы ойын шешетін сияқты негізі. Өткені жаңа атап өткенде департаменттің ұпайы түгел 9 ұпай, артық ыстыққа түсіп немесе физикалық тұрғыда шаршау оларға қажет емес. Кәсіподаққа қатты бір оларға өзінара не болмайтын шығар. Сөйтіп ойлаймын, әскер мен авиатор осы екі ойын тағдырын шешейін бір осы бір топтың. Мен осы жерде бір қосып жіберейін. Меніңше, егер плей-оффқа шығатын болса, сюрприз кәсіподақ болатын сияқты. Топтық кезеңді шатқалақтап бастап, енді кәсіподақтың тең жартысы метологтың составы ғой. Андай ғой, айтады ғой, негізі өте тәжірибелі командалар групповой этапта эконом режимде ойнайды. Оларға главный группадан өтіп алса болды, ары қарата кубковой режим ғой, уже ары қарата басылатын нелер. Мен бір айта кетейін, осы Б группасы өте тартысы болып жатқан группалардың бірі ғой. Ең таңғалдырған команда осы чемпионатта тоже айтуға ұмытып кетіппін, департамент полиция командасы. Әр матчтың алдында айтасыз. Өйткені олар келеді, ойын алдында разминка жасайды. И ойындары бір өздерінің стильдері бар, тәртіп бар командада, мен бір байқаған тәртіп бар, келеді, бір адам басқарады, бәрі соны тыңдайды, шық дейді, кір дейді. Оған дейін қатысып жатқан команда ғой, бұған дейін де неше сезон қатысып жатқан команда, бірде ұтылады, сондай команда еді. Ал қазір 3 победа қатарынан жасады. 3 победа қатарынан жасады. Сенімді жеңеді ғой, сенімді ұтылып жатады, топ ұстайды, сенімді кәдімгідей команда деген өте сенімді. Бұл неге бұндай ойын көрсетіп жатыр деген сұрақ туындайды ғой барлығымызда. Негізі департамент полицияның капитан командасы Жасұлан бауырымыз осы жазда өзара департаменттің ішінде бөлімдердің арасында жарыс ұйымдастырды. Чемпионат кәдімгідей департамент полицияның арасында, бөлімдердің арасында болды. Сонда жақсы чемпионат болып, ойыншыларды іріктеді. Ойыншыларды іріктеп, қазір қандай нәтиже көрсетіп жатыр мысалы. Керемет нәтиже, мен өз ойым. Одан кейін енді С тобына жаймен С тобын қарасақ, бұл жерде Тұлпар бірінші орында 7 ұпаймен тұр. Авиценна екінші орында, Казаэронавигация үшінші орында, Смарт білім төртінші орында 3 ұпаймен. Хромтау бұл жерде өзара енді Смарт білім мен Хромтау екеуінің арасындағы ғана ойын шешеді. Бұл жерде ешқандай Казаэронавигацияға ештеңе әсер етпейді. Жоқ, ықыласаға екеуміз осыны неде айтып едік жаңа. Ақылдасып алдық. Математикалық тұрғыда былай есептесек, Смарт білім мен Хромтау командасы өзінара тең нәтиже тіркейтін болса, олардың гол разницалары, айырмашылықтары Кан командасыныкінен жоғары болып кетіп, Кан командасы ұтылып қалатын болса, онда топтан Кан командасы шықпай қалуы мүмкін. Навигация кіммен ойнайды? Навигация Авиценна командасы ойнайды. Бұл жерде осындай бір не бар. Бұл жерде бұл группада өте тартысты болып жатыр. Өйткені қараңыздар, қазір Аэронавигация командасы бірінші орынмен шығуға да мүмкіндігі бар, и топтан шыға алмау да мүмкіндігі бар. Көрдіңіздер ме? Тұлпар уже аяқтап тастаған ғой. Тұлпар аяқтап тастады өйткені. Мысалы, қазір Авиценнаны Авиценнаны ұтып, жақсы счетпен ұтса, бір 4-5 топпен Кан навигация командасы ұтып кетсе, бірінші орынмен шығып кетеді. Ал ойсырай жеңілсе, топтан шыға алмай қалады. Сондықтан бұл жерде өте навигация командасына бір қиын. Ал Смарт білім мен Хромтау өзара мықтыны анықтайды. Бұл жерде кім ұтады, сол шығады. Тең нәтиже тіркелсе, бұл жерде навигация, Смарт білім, Хромтау командалар арасында тең нәтиже тіркелсе, уже разница мячей дейді ғой, разница мячей санайды. Ертеңде бірінші турда дәл осы Авиценна мен Казаэронавигация ойнайды екен. Бірінші сол неде белгілі болады. Егер сол матчта белгілі бір нәтиже тіркелсе, мысалы, навигация тең түссе, немесе навигация ұтқан жағдайда бұл жерде енді Смарт білім мен Хромтау енді өзара шешеді. Ең тартысты ойын болады, центральный Смарт білім, Хромтау. Смарттың звездный игроктар енді
сол кезде қосатын сияқты. Иә, Енді ол жақта да негізі дейтін құрам мықты ғой. құрам мықты. Қарсы сервистен бар Еламан. Еламан. Қорғаушы. Абдуғали Сағынтаев бар. Ол неде? Абойлендте ойнайды. Одан кейін тағы кім бар? Мен есімдерін білмеймін екен. Диас бар. Екі солақай ойыншы бар. Диас бар. Абдуғали мен Диас шығар, Солақай. мен шатасу. Екі солақай жақсы ойыншы бар. Еламан, Тасқамал. Кеше соңғы ойында Авиценна қанша блок жасады. Мен таң қалдым Еламанға кәдімгідей. Мықты ойнады Авиценнаға. 35 плюстерді жақсы. Қанша блок жасады деді қорғаныста тұрып. И бір айта кететін жай айтпақшы, смарт білімде жаңағы 13 номер Абдуғали ма? Абдуғали Сағынтаев. Ол пропускайды. Екі Ода екі сары қағаз бар. Енді жақсы ойын болады смарт хромтаудың арасында. Мен өз ойым. Навигация опытпен шешпесе енді. Навигация енді былай айтқанда өте тәжірибелі команда ғой. Навигация және жалын командасын бір атап өткім келеді осы чемпионаттағы. Екі команда да ұтылып жатса да шашылмайды. Команда шашылмайды. Бір деңгей, бір темп солай ойнайды. Мен бір байқаған. И өздерінің бір комбинациялары бар, идеялары бар. Сондай бір ерекше команда навигация. Так, енді жалпы өлім тобы дейміз ба, қалай? Группа смерти дейді ғой, өзі 6 команда жиналып қалған бұл жерде. Қай жеңгенің менікі деп. Бұл жерде енді бірінші орынға Барыс пен КТЖ таласады. Одан кейінгі Ол ойын БЖСМ, АЗХС, Дуис, Күто. Дуис пен Күтоны айттық енді. Осыны айтып өтсеңіздер соңғы. Абзал бауырым өзің Д тобына тоқтап өт енді. Жаңа осыған дейін де атап өттік қой негізі. Күто командасында тәжірибелі ойыншылар көп. Анда жаңа бірінші ойында да бүкіл құрам болған кезде Барысқа мен комментатор ретінде көріп ойын жүргізген кезде Барысқа физикалық тұрғыда ұтылмаған жалғыз команда деп айтуға. Күто ма? Күто. Өйткені кәдімгідей тәжірибе байқалады, физикалық тұрғыда олардың мықты екендігі байқалады. Ойындары сол кезде олардың көрінді. Сол алған бір ұпайларымен соңғы турға дейін келген. Математикалық тұрғыда ғана бір мүмкіндігі бар негізі бұл команданың. Өйткені олардың доп айырмасы -12, яғни ол келмейтін сияқты. Бұлай негізі осыған дейін Күто командасы осындай жағдайға тап болатын ескерген кезде олар мысалы Дуис командасына 8-1 деген есеппен ұтылды. БЖСМ командасы 8-4 деген есеппен ұтылды. Егер осындай бір соңғы ойынның олар шешіп кететінін білген кезде сонша көп доп жібермес бе деп ойлаймын мүмкін. Ол меніңше олар сол Дуиспен матчқа негізі составы болу керек еді ғой, ең андай шешуші сондай. Олар мысалы сол матчта не ұтамыз, не ұтыламыз деген ниетпен барғандықтан олар ойламады осындай -12 олардың доп айырмашылығы бір нәрсе шешіп кетеді деп. Сол доптарды олар өткізбеген кезде қазір олардың мүмкіндіктері өте жақсы болатын. Өйткені бір матч соңғы финалдық ойын ретінде қаралса, бүкіл құрам жинақталса, олар ұтып алуға болады деп ойлаймын негізі бұл команда. Бұл топ өте мықтылар жиналған топ қой енді. Мен ойладым, мен шыны керек, Дуис командасы не болады шығар деп, аутсайдер болады шығар деп. Чемпионат басталар алдында. Бірақ жаңағы таңғалдырған екі бала бар, және оларға қосылған тәжірибелі жаңа Абай мен Нұрболат бар, тәжірибелі. Қақпашысы да жақсы. Тек Дуис командасына бұл жерде жетпегені скамейканың ұзындығы десек болады. Өйткені алаңда темп өте жоғары ғой, өте жоғары темпке андай скамейка жоқ, ауыстыратын 1-2 бала тұрады, ұзын болу керек қой скамейка. Сондықтан скамейка жетпеген секілді Дуис командасына. Енді осы топта чемпион болатын командалар ғой. Осы топта біз бана көп айтқан. Мысалы мен Барысты атадым, сіз БЖСМді атадыңыз. КТЖ-да дәл сол фавориттердің біреуі. Осы топтан. Бұл жерде 4 команда шыға ма? 5 команда шыға ма? 4 команда шығады. 2 команда шығады, 2 команда шығады. Соңғы турда бұл АЗХС пен Күто ойнайды. АЗХС пен Күто ойнайды. Дуис пен Барыс ойнайды. Барыс ойнайды. БЖСМ мен КТЖ ойнайды. Бұл жерде Күто шешіп кетуі мүмкін, барлығы. Күто шешуі мүмкін. Мысалы, бұл жерде Барысқа көп нәрсе керек емес, ойлаймын. Дуис ұтып кетуі мүмкін Барыста.
если ұтуы да мүмкін, дұрыстап ойнаса. ойнаса, иә. Және қтж мен бжсм ойнайды тоже бір орталық матчтардың бірі. Өте керемет ойын күтеміз осы ойыннан. Жалпы барлық топ енді өзінше қызығы андай интригасы турнирдің соңына дейін сақталғаны, ол турнирдің өскені ғой кәдімгідей. Иә. Енді жалпы бұл жылғы чемпионат енді барынша өзінің бір ерекшеліктерімен көзге түсіп жатыр ғой. Мысалы үздік голды ойыншылар үздік голға дауыс беру Өздері таңдап жатыр. мәдениеті дамып келе жатыр. Мысалы өткен турда енді 500 адам дауыс берген ғой. 500 адам дауыс берді ме? 500 адам дауыс берген. Түнгі 12-де бірінші орында кім тұрады? Қамқор командасының ойыншысы тұрады. Таңертең Қамқордың представителі Нұрболат ағамыз өзі келіп маған күліп айтады: түнде осып кетіп едік дейді. Түнде осып кетіп едік, бір 30 дауысқа ма осып кетіп едік дейді. Таңертең тұрсақ олар 30 дауысқа осып кеткен, кәдімгідей талас нелерге. Сосын жаңағыда ойыншыларда жаңағыда Инстаграм желісінде де жалпы танымал болып жатыр. Инстаграм мәселен Аслан қай команданың ойыншысы? Авиатор. Мәселен Авиатор командасының ойыншысы Асланның сейві Инстаграм желісінде шамамен енді мына қарқынмен кете берсе миллион қаралымға дейін барады. Рекке шығып кетті, миллион қаралымға дейін. Дәл қазір мен мана қарағанымда бір шамамен 730 қаралым тұрған. Дәл сол 780-ге жетіп қалған болу керек. Осындай жалпы Инстаграм желісінде де меніңше мына Ақтөбедегі футболда бұндай көп қаралым жинаған әлі бейне болмаған. Бір 500 мың болған шығар ең көп қаралымды видео. Бұл да бір жағынан бір өзінің ерекшелігі да турнирдің. Ойыншылар жаңағы айтқандай ойыншылар танылып жатыр. Енді алдағы уақытта айтайық, жалпы алдағы уақытта осы Қызмет кап турниріне не қосуға болады, тағы да қалай дамытуға болады, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Өте орынды сұрақ әрине. Қызмет кап чемпионаты енді жылдан жылға өсіп жатыр ғой. Жылдан жылға жаңа идеялар қосып жатыр. Көп жаңа командалар саны көбейіп жатыр. Кешеде осы чемпионатымыз болып жатыр. Келіп амандасып айтады: мына чемпионатты біз енді көріп жатырық, енді Инстаграмнан көріп жатырық, енді көріп жатырық. Именно Инстаграмнан көріп келіп айтып тұр да. Осылай шатаспасам бір үлкен сауда орны Динамо, Анвар ма, бір жер біз де қатысамыз дейді келесі жылы. Олар қатысса чемпионат одан сайын өседі деген ойдамын енді. Осылай өсіп жатыр. Енді көбісін бір мазалайтын сұрақ, көбісі айтады: неге сен жиі өткізбейсің дейді да. Біз қыста бір сезон өткіземіз, бір жарыс зал, жазда бір жарыс өткіземіз, шөп сезонын. Өйткені өзіміздің лимитіміз бар, және сапаға көңіл бөлеміз. Өйткені қайта жасай берсең, онда мазасы кетеді ғой адамды. Күтіп қызық емес болып қалады бір жағынан. Сондықтан өзіміздің лимит бар, және біз көбінесе мына Астана Қызмет капқа ориентир жасап отырамыз. Оларда бастағанда да енді осы жылда Супер кап деген енді бірінші орын алған команда жолдама алады. Супер кап деген бүткіл региондардың Қызмет кап бүткіл региондарда болады ғой. Бүткіл региондардың чемпиондары жиналады Супер капта. Қыста бір болады, жазда бір болады. Соған ориентир жасап жылда декабрьде болатын еді. Осы жылы именно Ақтөбе облысынан өзім ұсыныс тастап, өткені желтоқсан айында Супер кап ыңғайсыз көп командаларға. Өткені жылдың соны, если мысалы силовиктер бірінші орын алып кетіп жатса, усиление декабрь өзіңіз білесіздер. Декабрьде ыңғайсыз, сосын осы жылы ұсыныс тастап едім мен. Декабрьде емес, январьда өткізейікші. Январьдың екінші декадасында деп. Сол кезде ұсынысымды қабылдады. Көп рахмет осы Астана Қызмет капқа. Енді осы жыл Супер кап январь айында болады. Қаңтар дейміз ғой, қазақша қаңтар айында болады. Соларға ориентир жасап, солай жасап отырамыз. Енді жоспарларға келетін болсақ, жоспарларымыз көп әрине. Жылдан жылға өсу, команда санын өсіргенде жоспарда бар, 2 лигаға бөліп тастау. Лига ретінде қуат және премьер лига, супер лига сияқты 2 лигаға бөліп тастап, солай
жоспар ғой енді оның барлығы. Тағы бір жоспарлардың бірі осы қызмет капты волейболдан жасау. Көп командалардың сұранысы негізі. Көп командалар шыққан маған. Осы волейболда неге жасамайсың деп. Ол менде де ойымда болып жүр. Енді осы желтоқсаннан қалдырмай, осы желтоқсан қаңтардан қалдырмай волейболдан жасау жоспарда бар. Сол жоспарлар. Қызығушылық танып отқан командалар көп негізі волейболға да. Оны да көре жатармыз енді. Ал жақсы, алдағы турнирде енді алдағы матч дей дейді ғой, жексенбідегі. Барлығымыз басымыз аман жол қойық сол матч дейді. Ойын күнінде командаларға да барлығына сәттілік. Подкастымыздың соңында, әңгімеміздің соңында таяп қалған секілді. Жалпы осы подкастты көріп отқан барша Ақтөбе қаласының футболшылары, аяқдопшылары, қызмет турнирінің қатысушыларына алдағы ойын күндеріне сәттілік, ешқандай жарақатсыз ойындарын әдемі өткізіп, топтан шығатын командалар топтан шығып, егер топтан шықпай қалған жағдайда да енді келесі жылға дайындықтарын күшейтіп командалар солай келсе деген тілектеспіз. Сіздерге де көп рахмет келгендеріңізге. Алдағы күндеріңізге сәттілік. Көріскенше күн жақсы, рахмет.